Мен әдейі байқайтын болсаңыздар, сабақтың үстінде сұрақ қойып отырамын ше. Ол сұрақты мен бір жерде кемістейін деп қоймаймын. Біріншіден ояту үшін қоямын адамдарды, екіншіден дәрежесін білгім келеді барған жердің қандай екен. Өте төмен негізі. Діни сауаттылық өте төмен. Соның артынан адамдар әркімнің ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетіп жатыр. Ол да айналып келіп сол сауатсыздыққа келіп тіреледі ғой. Сондықтан көзі ашық. Мынадай заманда, ай мен күн жарқырап тұрған заманда адасу деген, мен білмеймін, адам күлкісі келеді былайша ше. Ол ішіндегі бір тәкаппарлық шығарып жібермейтін мүмкін. Алла сақтасын. Оны пайғамбарымыз да айтып өтті. Білімді талап қылу ер әйелге бәріне парыз деді, ортақ. Ерге де, әйелге де. Минал мәхди иля лахди деген хадисі бар пайғамбарымыздың. Білімді тал бесіктен жер бесікке дейін не деген, талап ет деген. Оны Абай атамыз да айтып өткен. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрлеттім, бір ғылым еді іңкәрім бар қиынға сермедім дейді.